Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді банан қосылған карамельный пирогты бірге жасайтын боламыз. Өте дәмді болып шығады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең бірінші біз қамырын елеп алатын боламыз. Қамырына еленген ұн және де сары май. Мен барлығын бірден салып жібердім. Қант және де мына жерде қамыр қопсытқыш, яғни разрыхительді саламыз. Барлығын қолымызбен крошка жасаймыз. Сары майы еріп, ұнымен біркелкі болғанша осылай барлығын езіп шығасыздар. Дәл осылай барлығын үгіттеп болғаннан кейін, ортасын ашып, бір дана жұмыртқамызды салып, қамыр илеуге кірісеміз. Жұмыртқа мен сары майлы масса бір-біріне үйлесіп, өте жұмсақ қамыр дайын болады. Бұл қамырды осылай жасап пакетке салып, сметанникке, кез келген пирогтарға қолдансаңыздар болады. Қамыр өте керемет болып шығады. Жақсылап үйлеп қамырымызды қойып қоямыз. Енді біз салмасына кірісеміз. Салмасына бізге 2 дана жұмыртқа және де 20% кез келген қаймақ. Негізі варениканың барынша қою түрін пайдаланыңыздар. Бізде дүкенде қою түр қалмағандықтан осы сұйық түрін қолдандым. Дәмі әдемі болу үшін ванилин қостым. Енді барлығын біркелкі масса болғанша жақсылап венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Толық құрамын мен төменге описанияға қалдырып кеттім. Достар, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Лайк басып, комментар жазып, каналымның дамуына үлес қосып отырыңыздар. Менің каналымнан көптеген оңай, қарапайым, жеңіл рецепттерді таба аласыздар. Міне біздің массамыз дайын болды. Енді қамырымызды үйіңіздегі кез келген 24-26 диаметрлік формаға салып, осылай дайындап алсаңыздар болады. Қолыммен әдемілеп тұрып жасап дайындап алдым. Енді бұл банан қосылған карамельный пирог болғандықтан, бананды дәл осылай етіп кесіп, ішіне қосып шығасыздар. Бұл пирогтың ерекшелігі банан қосылғанда дәмі өте ерекше болып шығады. Дәмін енді сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Бізге өте қатты ұнады. Барлық банандарды жайғастырып болған соң салмасын саламыз. Осы сәтте сіздер пештеріңізді алдын ала 180 градусқа қыздырып қойыңыздар. Шамамен 20-25 минут шамасында пісіп шығады. Әбден суығаннан кейін барып пирогты формасынан алып, содан кейін барып кесіп дастарханға ұсынсаңыздар болады. Ал баршаңызға ас болсын, қарапайым рецептпен дәмді пирогтар жасап үйреніңіздер. Каналға тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар.